Сәлем барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Қазір хит болып жатқан осындай тюльпан самса, шашлик тәрізді самсалар, осылар қазір дастарханның сәнін келтіріп жүрген самсалар. Осындай жасалу жолын рецептін көрсететін боламын. Видеоны толықтай қараңыздар. Ең алдымен ұнымызға дәміне қарай тұзын салып аламыз. Ерітілген сармай, 150 грамдай сармай салсаңыздар жеткілікті. 4 қасық толтырып, ас қасықпен қаймағымызды, бір жұмыртқамызды саламыз. Енді араластырып, жылы суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Жақсылап кәдімгідей жұмсақ қамыр илеп шығатын боламыз. Қатты болып қалмасын, әрі тым жұмсақ болып кетпесін. Осындай видеодағыдай орташа болу қажет. Қамырымызды жақсылап осылай мұжғылап, ең қандырып алсаңыздар да болады, әдемі болып шығады. Пакетке салып, 1-2 сағатқа холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Енді самсамызды дайындаймыз. Мен жартысын алып қалдым келесі самсаға. Енді жартысын тюльпан самсаны жасайтын боламыз. Бір 74-75 грамдай алып отырдым. Қатты үлкен болып кетпесін, әдемі көрінбей қалады. Сәл майдарақ болса тіпті жақсы болады. Әдемі көрініп тұрады, өйткені пешке піскен соң ісінеді. Енді фаршпен тартылған ет, пияз ғана қостым. Дәміне қарай тұзын, қара бұрышын, паприкасын, аздап кинза немесе зіра қоссаңыздар да болады. Дәмді әдемі болып шығады. Енді қамырымызды жаямыз. Жұқалаңқырап жайыңыздар, өйткені біз орайтын болғандықтан қалың болып кетеді. Жұп-жұқа болса, күшті болып шығады. Осылай етіп кесіп, сәл толтырыңқырап сала беріңіздер. Міне ақырындап өсетіп орайтын боламыз. Сондықтан біздің қамырымыз жұқа болған жақсы. Өйткені қанша қабат бізде міне оратылады. Тура ақырындап осылай үшкіретіп орасаңыздар сәнді көрініп тұрады. Енді астында сәл осылай қолымыздың ұшымен ғана қатты қалың етпей жауып шығыңыздар. Қалың болып қалмасын. Міне осылай біріктірсеңіздер болады. Міне біздің тюльпан самсамыз шықты. Өте оңай екен жасалу жолы. Тағы да сіздерге біреусін көрсетейін. Осындай жұқа етіп жайып алыңыздар. Фаршын көптеу сала беріңіздер, әдемі болып тұрады. Әрі ішінде дым жоқ болып қалмайды. Осылай жабыстырып аламыз. Жаймен ішінен аздап шашырайды. Салып қойсаңыздар. Осылай үшкір болсын, сәл алыстау айналдырсаңыздар, өз үшкір болып шығады. Өте әдемі көрінеді. Өте оңай, бір жасағаннан-ақ үйрене аласыздар. Сіздер де осылай жасап, қонақ келгенде дастарханға қойсаңыздар, өте сәнді әдемі көрінеді екен. Дәмі де керемет болып шығады. Мына осылай жасап аламыз. Түгелдей бәрін жасап аласыздар да. 180-200 градуста пісіріп алатын боламыз. Өздеріңіз қарайсыздар ғой, пешкаларыңыз қандай, соған қарай қарап тұрып пісіріп аламыз. Жұмыртқаның сарысын жағыңыздар, міндетті түрде сары болып шығып, сары болып әдемі көрініп тұру үшін ақ немесе қара күнжіт немесе мақ сепсеңіздер де болады, сәнді көрінеді. Міне енді пешке пісіріп аламыз. Міне біздің тюльпан самсаларымыз осылай томпайып шықты. Сондықтан сіздерге айтқаным, сәл жұқа етіп жайсаңыздар. Енді келесі мен сіздерге шашлик самсаның жасалуын көрсетейін. Ол да өте оңай жасалады. Мен осылай кесіп аламыз. Оны да қатты жұқа емес, орташа көлемде жайып аласыздар. Ортасына толтырыңқырап сала беріңіздер. Міне осылай кішкентай ғана болу керек. Сондықтан жаңа мен кескен формамен кессеңіздер
өзінің формасы шығады. Енді осындай таяқшаларымызға тығатын боламыз. Шпажка деп аталады. Ақырындап тығып алыңыздар, өйткені мыжылып кетеді. Осылай пешімізде бұны да кәдімгі самса пісіргеніміздей пісіріп алатын боламыз. Бұл өзі тез піседі, өйткені кішкентай болғандықтан, әрі қатты қалың емес, өте жұмсақ болып шығады қамырымыз. Қатты жұқа емес, қалың емес, жетіп жайып ала беріңіздер. Қамырымызда өйткені сармай, қаймақ болғандықтан өте жұмсақ болып шығады. Слоеный етіп жасасаңыздар да болады бұны. Осы ең қарапайым түрі. Әркім қалай жасаса өздері біледі. Осылай жасаңыздар демеймін, бірақ осылай енді шашылжек, тюльпан самсалар қазір дастарханның сәнін келтіріп жүрген самсалар. Осыларды жасап сіздер де көріңіздер. Сармайын жағып, мен қара күнжіт септім. Қара күнжіт өте сәнді көрініп тұрады. Осында пісіріп алатын боламыз. Қарап тұрыңыздар пешкілеріңізге. Мені қараңыздар, тура үлкен емес, кішкентай сүп-сүйкімді болып шығады өзі. Жегенге де ыңғайлы екен, кішкентай ғана. Осылай дастарханымызға тартсақ болады. Каналым ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, мені қолдап қойыңыздар. Ас болсын, рахмет.